Бұған қатысты деректі қызығушылықпен оқып шықтым. Міне, кіші Тәтішев былай деп жазады. 1996 жылы оны Ержан Тәтішев өзі сатып алып, осы жобаға тағайындайды. Ержан Тәтішев ол уақытта Тұран Әлем банкінде жұмыс істеп жүрді. Бұған дейін Ержан Тәтішев Қазкоммерцбанктің бірінші орынбасары болып жұмыс істеді. 90-шы жылдардың басында мен Астана холдинг банкімді Қазкоммерцбанкпен біріктірдім. 50-де 50 үлесіміз болды. Ержанды басқарма төрағасының бірінші орынбасары етіп тағайындадым. Сондықтан Ержан тек банктік қызметпен айналысты. Біздің мүддеміз үшін жұмыс істеді. Ешқашан инвестициялық жобалармен айналысқан емес. Мен өзім аукционда қостанайлық асбест сатып алдым. Міне, өзім құрған жас топтан мамандар дайындадым. Кейінірек мен оларға жауапты іс жүктедім. Оларды сосын қажет жеріне сайлап қойдым. Ал Еркін Тәтішев Уикипедияға былай деп енгізіпті. Оны бұл іске ағасы тағайындаған деп. Мұның барлығы өтірік. Бұл жас жігіт өкінішке қарай адамгершіліктен аттап, мен Қазақстанда түрмеде отырғанымда айталық, ол Қазақстанда, Қостанайда, содан кейін Орынборда дамыған асбест бизнесін өзіне иемденіп алды.